Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен қайнатуды қажет етпейтін, банкіге жауап жүрмейтін чертопалық рецебімен бөлісетін боламын. Кейбіреуіміз ковра, огонек деп атаймыз. Алдымен қызанағымызды жуып тазалап аламыз, және бізге етті қызанақ болған дұрыс. Және үстіне ыстық су құйып, осылай қабығын оңай ашуға дайындап аламыз. Қабығы оңай ашылады, қолдың көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылай ашып аламыз. Және ұсақтап майдаланған қызанағымызды блендерден немесе ет тартқыштан жақсылап өткізіп майдалап аламыз. Енді бізге сарымсақ және хрен жапырағы, сосын аскөк қосуға да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ет тартқыштан өткізіп қоссаңыздар болады. Мен 2-3 бас ащы қызыл бұрышын қостым. Сіздер дәміне қарап қосыңыздар. Және осы туралған майда ұсақ хрен жапырағы, сарымсақ ұсақталғанын және ащы бұрышты осы майдаланған қызанаққа араластыратын боламыз жақсылап. Аздап дәміне қарай тұз қосыңыздар. Менде бұл жерде 6 килограммдай қызанақ болды. 6 килограмм қызанаққа литріне 1 дана аспирин таблеткісінен қосып отырдым. Аспирин таблеткісін міндетті түрде майдалап қосқандарыңыз дұрыс. Жақсылап араластырып, қызанағымызды бетін жақсылап жауып, бір түнге салқын жерге қойып қоямыз. Арасында осылай араластырып тұрыңыздар. Міне біздің чертополох салатымыз дайын. Арнайы пластикалық ыдысымызға леканың көмегімен құятын боламыз. Пластикалық ыдысымызды жылы сумен шаюды ұмытпаңыздар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын, істеріңізге сәттілік.